Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерменен CapCut бағдарламасының мобильді версиясында монтаж жасауды сіздерменен бірге үйренетін боламыз. Ал ендеше сіздерге кішігірім CapCut бағдарламасының осы бастапқы терезесін таныстырып өте кетейін. Мына жерде новый проект деп жазып қойған. Менде мына проекттер сақталған, яғни мен осы видеоларды осындай монтаж етіп, осы бітірмеген проекттер осылай сақталып тұрады деген сөз. Ал сіздерге кішігірім таныстырып кетейін. Бірінші орында біз новый проектті басамыз. Мына жерде бізде видео бөлімі, яғни біздің телефонымызда, яғни бүткіл видеоларды осы жерде осылай CapCut бағдарламасы осылай тауып беретін болады. Біз осы жерде қалаған видеоларды таңдап алуымызға болады. Мен мысалы осылай белгілеп аламын өзіме керектісі. Ал мына жерде фото деген бар екен. Бүткіл телефондағы фото файлдар, яғни бұл барлығы картинкалар, яғни бұл жерде видео жоқ. Бұл жерде барлығы картинкалар. Дәл осы картинкаларды осылайша біз керегін өзімізге таңдап алып қойсақ болады деген сөз. Мен осылайша таңдадым. Ал енді мына жерде пространство деген бар. Бұны келесі сабақтарда көрсететін боламын. Библиотека деген бар. Бұл яғни бұл CapCut бағдарламасының өзінің арнайы библиотекасы, яғни бұл жерде бүткіл фото, файл, барлық нәрселер жүктелген, яғни сіз бұны жүктеп аласыз да осылайша өз видеоңызға пайдалана бересіздер. Мына жерде бүткіл жанрға бөліп қойған, мысалы переход, вид, атмосфера. Егер қаласаңыздар мына жақта поиск бөліміне кіріп жазсаңыздар болады. Кез келген нәрсе, мысалы мен люди, адамдар жайлы видео көріп болсам, міне люди деп жазып поискқа, осылайша менде бүткіл видеолар шығып келді. Осының қалаған жүктеп алып өзімнің видеома қойсам болады деген сөз. Яғни мен мына жерде бір деп аламын видеоны, менде жүктелді. Мына жерде ориентация деген бар, альбомный режим немесе портретный режим, мына жақта тип деген бар, видеолар немесе фотолар деген. Дәл осыны алып қойса болады деген сөз. Яғни сіздерге библиотека бөлімі түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде избранный деген бар екен. Осы избранныйға осы біз видеомызды сақтап алғанда избранный бөліміне шығып тұратын болады. Ал енді мына жерге видео бөліміне кіретін болсақ, мына жерде альбом деген сіздің видеоңыз сақталып тұрған видео, фото файлдарыңыз барлығы сақталып тұрған папкаларды осылайша көрсететін болады. Ал мына жерге новый проектті ашамыз. Мен өзіме керекті видеоларды осылайша таңдап аламын. Қазір сіздерге кішігірім көрсететін боламын. Неке мен бүткіл өзіме керек видео файлдарды таңдап алдым. Неке осылайша мен өзіме керек видеоларды таңдап осылай таймлайн бөліміне тастап аламын. Енді осы жерде біз осы терезелермен танысып кетейік. Мына бірінші көріп тұрғандарыңыз бұл бақылау терезесі, яғни бізде видео болып жатқанын барлығын осылай бақылаймыз. Ал мынау болса таймлайн бөлімі, яғни біз таймлинияға тастап алған видео, фото болсын, соның барлығын дәл осы жерден біз мына инструменттер арқылы өңдеп монтаж істейтін боламыз. Неге? Мынау аудио деген көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде сіз мына кез келген звукты, яғни дыбыстарды дәл осы жерден осылай скачать етіп, осылай видеоңызға сай қылып қойып алсаңыз болады. Мінекей сіздерге кішігірім таныстырып өттім. Бұл жерде, яғни таймлайн бөлімінде осы сіз қойып алған фото, видео материалдарды осылайша пайдалануыңызға болады. Яғни осы жерде кез келген видеоны алып осылай қырқып немесе осылайша орындарын алмастырып таймлиния бөлімінде осындай монтаж істеуге болады деген сөз. Яғни сіздерге бірінші сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Мен келесі сабақтарда видеоны кесу жайлы, черновой монтаж жайлы сабақ өтетін боламын. Ал ендеше қош сау саламат аман болыңыздар. Келесіде кездескенше.